біліп алыңыздаршы, олды қыздарға жазғыза, өзім жаза келген нәрсе ғой. 5 уақыт намаз, 1 айлық табыс, үй, машина, табыс көзін кемінде 3 жазыңыздар. Кто-то там торт пісіреді, кто-то там біреу тіккісі келді да, шить, дома отырғандар да үйде. Кто-то там репетиторством занимается, кім жаңағыдай сабаққа нететін болсаңдар, репетитор бола аласыңдар. Біреу, например, қандай шабашка істеу, какой-то, не знаю, тағы екен да, намаз 5 уақыт, 1 айлық табыс, үй, машина, табыс көзін кемінде 3 жазасыздар, 3 табыс көзін жазасыздар. Үшеуінің қайсысы қолайлы, сол болады, жазып қойыңыздар. Содан кейін кетті ма, енді міндетті түрде өзіңізге купить что-нибудь жазыңыздар, платье какой-то, или салонға барып қасымды жөндетем, болмаса бетіме бірдеңе қылам, болмаса для себя қыздар, соны жазыңыздар. Сосын 9-шы үйде там поменять подушку, балкон жинау керек, кладовка жинау керек, холодильник бірдеңелердің астын сүртіп жуып алу керек. Үйдің боғы жиналмай ақша келмейді қыздар. Үйдің боғы жиналмай тазалық, үйдің тазалығы реттелмей жақсылық келмейді. Үйдегі бүкіл бірдеңенің астында жатқан шаңдар, кірлер бүкіл энергияны құртады, тазалық керек қыздар. Албастыларды үйге жинамаймыз, Сосын 10-шы үйде балдарыңыз бар ғой, қызыңыз, ұлыңыз, соның мысалға қыздар, сіздерге мақсат жазылсам, балам білімді болса, иманды болса, бала білімді болу үшін бізді балаға не жазыңыз, мысалға кружок бірдеңе жазыңыздар. Просто жазасың, қыздар. Енді марафонда қатысқан қыздар орындалады ғой. Солай, қыздар, түсіндіңдер ғой. Енді 10 шүкіршілік, 10 мақсат жазамыз, олар орындалады. Орындалмайды, егер сен біреуге ренжіп жүрсең, біреуге өкпелеп жүрсең, біреуді кінәлап жүрсең, әке-шешеңе претензия болса, ата-енеңе претензия болса, Аллаға сыйынбасаң. Понятно, қыздар? 1000 жерден идеально қылып жазып қойсаң да орындалмайды. Егер сен біреуге ренжіп жүрсең, біреуді кінәлап жүрсең, біреуге өкпелесең, біреуді жек көрсең, әке-шешеңе претензия болса, күйеуіңді ұнатпасаң, күйеуіңе служить етпесең, ата-енеңе жек көрсең, Аллаға сыйынбасаң, қыздар. Понятно? Без негативизма, только. Кәдімгідей жазып қойыңдар, бәрін жазым. В настоящем времени. Почему в настоящем времени пишем? Почему? Потому что наш мозг думает в настоящем времени. Сен қазір біреумен ұрысқан отырыңдар да, біреумен соңғы уақытта ұрысқан біреуді есіңе түсіріңдерші. С кем-то поругались. Есіңе түсір. Даже күйеуіңмен ұрыссаң да, қазір есіңе түсірсең, сен уже диалог басталады. Сен сонда сөйткенде бірдеңе. Как будто сен уже мына настоящем времени қазіргі шақта ұрыста, о, Рабиға. Қазір ұрыса бастайсың. Қазір прямо давлениең көтеріліп, көзің қызарып, жүрегің дүрсілдеп. Көкем, это же было давно, а что ты прямо, реакция у тебя, химическая реакция идет. У тебя почему закисление организма идет? Почему? Потому что ми қасқа білмейді. Ми қасқа бейшара болып, біз оны жаңағыдай боқтықтыға береміз, сол жеркеніп, жүрегі құса алмайды, асқазан сияқты. Кіргізе береді ғой миға. Сен не туралы не ойлайсың, ол настоящий болып жатыр деп ойлап, ол реакция беріп, ол сен ұрысып атқан. Өткен ана жақтағы нәрсеге ұрысып атасың ғой. Сол қазір ми ойлап, соны қазір ұрысып жатыр деп, ми реакция беріп, біздің бетімізді сұрландырып, көзімізді қызартып, көзімізден жас шығарып, жындандырады. Поэтому настоящее время, поэтому пишем. Никогда жаман нәрсе ойламаңдар, қыздар. Айлық табысы мысалға 400 000 теңге. Сосын мысалға осындай үйде мен қысқа эфир сақтаймын бұйырса. Назик, привет, қалайсың, Назик? Енді тағы айтайын, шүкіршілік жазғанда как аффирмация жазамыз. Сосын қай уақытта қалай жазамыз? Дәптердің бетін ашамыз. Мен қазір блокнотты алайын. Блокнотты аламыз. Былай жазған жақсы, мына блокнотты ашып,
мен қазір жазылып тұрған сол өзімнің мақсаттарым жазылып тұрған жерді ашайын, например. Қайда? Тауып. Обалайын. Мысалға. Міне, Аллаға шүкір. Бірінші, деніміз сау, аспанымыз ашық, үшінші, табыстымыз, төртінші, балапандарымыз аман, бесінші, баспаналымыз, алтыншы, ағайын тума бүтін, жеті, Алла ақылды ұрпақ берді, сегіз, асымыз мол, тоғыз, еліміз тыныш, 10, намазға жеткізгеніне шүкір деп қойды. Міне 10 жаздым. Енді мына бетке қысқа уақытым тығыз болған болып тұр ғой. Намаз деп қойыппын, намаз, йога, табысты қанша жазғанымды айтпаймын. 4 бөлмелі үйде қысқа жазыппын, ешқандай этажын, ештеңесін жазбаппын. Көліктің маркасын жазып қойыппын. 6-шы, в общем, марафон деп нетіп қойыппын, быстро соны істеу керек жаңағыдай. Енді өзіме жазып қойғам ғой, аудиозапись жазу керек деген аудиозапись жазылды. Так, мынаны айтпаймын, секрет, мынаны айтпаймын, секрет. Мынау секрет. Меккеге хадж деп жазып қойыппын. Қыздар, егерде мақсаттарыңыз 12-13 болып кетіп жатса, ештеңе етпейді, 12-ші Ақтауда демалыс деп қойыппын ғой. Ақтауға жету арман болып жатыр. Бізде биыл пландап жете алмай қалдық Ақтауға. Солай жазып қойыппын, міне. Солай жаздық, Енді мынау бүгін кешке или таңертең жазғанымыз. Бүгін кешке жазыңыздар, ұмытпай тұрғанда, Таңертең жазғанда осылай жаздық. Ертеңіне жазғанда мына жерде жазғанды көшірмейміз. Келесі бетті ашамыз. И заново пишем. Аллаға шүкір, қос нүкте бірінші деймізде, күйеу диплом жоқ болса, жұмыс таппай жұмыс жүрсін істеуге болады. Айнура, Алладан тіле. Менің де күйеуім диплом болған жоқ. Қазір шүкір бар. Диплом алады. А что, трудно, что ли, диплом алуға? Ақша жоқ деме, ақша келет. Күйеуің аман болсын. Ер азамат не то, что бір семья. Ер азамат бір елді асырай алады, егер сен оған сенсең. Қыздар, верьте в мужа. Марафон дейсің ба? Жаңа жылды өткізіп алайықшы, қыздар, Жаңа жылды өткізіп алайықшы. Сосын бастаймыз, Сосын сөйт, Айнура, күйеуіңе сенсең, ол тауды қопарып береді, айды аспаннан алып береді. Сен күйеуің, диплом бәрі болады. Жаңа жылғы күнде жазамыз. Енді айтайын батырмын ғой, кеше жаздық та, мысалы, бүгін кешке жазып қойдық, ертең таңертең бір қарап оқып алыңыз. Бұйырса, Ақтауға барсақ кездесеміз, бұйырса. Мына жердегі Атырауға жете алмай жатырмын ғой. Ертеңіне жазғанда келесі бетті ашамыз. Мысалға, мынаны, мысалға, мына бетті қолын жалап жатырмын, мына бетті жаздым, мына бетті ашамыз. Келесі бетті ашқанда қарамаймыз. Аллаға шүкір деп қос нүкте бірінші қайтадан жазамыз. Мына жақтағы емес, қазір миымызда не тұр, соны жазамыз. 10 шүкіршілік жазып болғаннан кейін 10 мақсат бірінші обязательно ұмытпаймыз. 5 уақыт намазды ұмытпаймыз. Сосын тағы мына жаққа қарамаймыз, сығаламаймыз, мына жақты қайтадан 10 мақсат жазамыз. Вспоминаем, жазамыз. Ол деген біз не? Үшінші күзін тоже сығаламаймыз. Үшінші бетті ашамыз. 10 шүкіршілік 10 мақсат жазамыз. Сығаламаймыз. Неге? Себебі, представьте, елейді ғой, електі. Мысалы, електі аламыз да, ішіне құмды саламыз да, елейміз. Елеп атқан кезде, мына бірінші күн жазғанда елеп атырмыз. Елеп, 10 шүкіршілік 10 мақсат тауып аламыз миымыздан. Елеп атырмыз, 10 шүкіршілік 10 мақсат тауып аламыз. Мына жерде түсіп атқан құмдар не? Сығалама. Мына жерде түсіп атқан құмдар нелер? Ол біздің мақсатымызға жеткізбей тұрған жаман ойлар. Адам мақсат жаза бастаған кезде, күнде таңертең жазғанда, соны ойлай бастаймыз. Соны мақсат ойлап жүргенде, кімнен қалып қойдым, кімнен озып кеттім, кімді жек көрем, кімге ренжіп жүрмін, шаруамыз болмай қалады. Ол мақсатты ойлап кетеміз. Ол мақсатымыз, ол біздің үйіміздің берекеті келеді. Енді ол қыздар 10 күн тексергенде қате жазамыз, бірақ сонда да жаңа жылға жазыңыздар, хорошо, мә баяғыда жазып едім, орындалды деп айтасыңдар. Ол деген бір айда 1-2 орындалып кетеді, 3 айда 3-4 орындалып кетеді. Бір жылда сен ойламаған вообще супер бірдеңелер болады. Көбісі рахмет айтады, үлкен неше күн жазу керек, 3 ай жазу керек, 3 ай. 3 ай жазғаннан кейін жаза бергім келіп кетеді. Бір үлкен апайлар жазады да,
мә осының барлығын ойлап жүре бергенде жүре береді екенбіз. Рахмет, рахмет, прямо миымыз тынышталып, прямо көзімізге барлығы көрініп жатыр, көз алдыма елестеп жатыр деп уже. Иә, қыздар?